Қадірмен көрермендер, Нартайдың нар елінде, яғни Қызылордада өтіп жатқан бәйге Қазақстан чемпионатының екінші іріктеу кезеңінде топ бәйгеде тағы да топ жарған. Бүгін бізде өте керемет өнер көрсеткен Сержан Бақтыбай. Және байқасаңыздар, дүниежүзілік көшпенділер ойынында да топ бәйгеде топ жарған жігіт. Сержан, жалпы топ бәйгенің нағыз қаһарманына айналып келе жатырсың. Көңіл күй қалай? Көңіл күй өте жақсы. Ұтқаныма қуанып тұрмын. Қандай жоспар болды? Жоспар сол 500-ке дейін ұстап келіп, бросок беру болды. Артында өкшелеп келе жатқан тұлпарлардың адуын сезіндің бе? Сезіндім, қуып жетіп қалама деп қорқыныш болды кішкене. Бірақ сонда да атым мықты болып озып кетті. Ал Мәміліктің топ бойы алдыда отырғаны ойда болды ма? Болмады. Себебі ол алдыда алып қашып, Көкшетауда да бір рет былтыр топ бәйгеде алдында отырып тоқтап қалған. Сол есіме түсті де оны қатты қумадым. Қадірмен көрермендер, міне нағыз топ бәйгенің қаһарманына айналған Сержан Бақтыбайдың есімін тағы да сақтап қалсаңыздар болады. Себебі келесі бәйгелердің де топ бәйгесіне дәл осы Сержан Бақтыбайды күтеміз. Ал ендеше біз марапаттау рәсіміне кезекті береміз.